музейден тарих дейтін бақтабамыз қазақтың қасқа жолы қатпараңыз музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталар із дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде музей радиосы. Микрофон алдында Әйгерім Сейітбекқызы. Есте жоқ ықылым заманнан бері үзілмей жалғасы келе жатқан жылдың басы саналатын төл мерекеміз Наурыз. Күн мен түннің теңелетін осынау ерекше күнін қазақ жаңару мен жасарудың нышаны, дүниеге көрік берген шырайлы жыл басы деп құрметтеп, береке бірліктің, теңдіктің, жақсы тілеудің, қайта түлеудің тойы ретінде дәріптеген. Бүгінгі хабар бүкіл түркі халқына ортақ Наурыз мейрамына арналмақ. Бүгін бізде қонақта Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ғалымы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Қамзаева Күлшат Сариқызы. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, Әйгерім ханым. Күлшат Сариқызы, қазақтың ұлы даласында сан ғасырлар бойы тойланып келе жатқан осынау Наурыз қандай мереке өзі? Қайырлы күн, Әйгерім. Наурыз мерекесі ғаламдық құндылығымыз болып табылады. Орта Азия халықтарының мерекесі. Жалпы адамзат баласындағы тойланып келген мерекенің өзіндік құндылығы, рухани маңызы бар. Сан ғасырлық Орта Азия халықтарының тарапынан тойланып келе жатқан Наурыз мерекесі адамзаттың теңдесі жоқ құндылығының бірі деп жаңа айтып өттік. Яғни адам мен табиғаттың теңесуі, үндестігі мен үйлесімділігі, өмірдің жаңа циклдың өмірге қанат қағуы, тіршіліктің оянуы болып табылады. Әр халық оны өзінше атайды. Біреулері Патрих деп жатса, Гүлгөрден, Бәйшешек деп те атап жатады. Енді осы өзімізге белгілі мереке халықаралық Біріккен ұлттар ұйымының тарапынан халықаралық мереке болып танылды ғой. Сонан кейін 2016 жылы 12 ел тарапынан, ЮНЕСКО тарапынан Әзербайжанымыз бар, Қазақстанымыз бар, Түркменстан, Иран сияқты елдердің адамзаттың материалдық емес мәдени құндылығына айналды. Міне осыдан біле берсек те болады адамзаттың құндылығының мерекесі екендігін. Адамзат қаншалықты табиғаттан нәр алады, сол нәрін керемет қып аялап табиғатқа қайтару керек. Міне осыдан болар осы ұлттық құндылықты жалпы еліміз асыға күтеді осы мерекені. Енді мерекені ұлыстың ұлы күні деп те жүрміз ғой. Жалпы аталуы о баста ұлыстың ұлы күні деп аталған. Оны ғылыми дәйектемелерден көптен көп көруге болады. Шәкәрім өзінің еңбектерінде жақсы келтіреді. Мысал келтіре отыралық. Шәкәрім бірде ұлыстың ұлы келді, халық келді, мамыражай келді деп есептеп, өзінің өлең жолдарын бере келе, былай деп дерек келтіреді. Жоңғарлардан шапқыншылық көрген қазақ елі Бұхараға, Самарқанға, Жиделі Байсынға кетеді. Ата мекенге оралғаннан кейін осы Наурыз сөзін өздерімен бірге ала келеді. Сол Шәкәрімнің айтуы бойынша зерттемелеріндегі осы Бұхара, Ташкент қожаларынан осы сөзді біздің елге алып келеді екен. Кейіннен осы сөзді оразаға, құрбан айтқа теңеп, ұлыстың ұлы күні деп атап кетеді. Біз кейіннен осы Ираннан бізге Тұран мәдениетіне келген Наурыз терминін алып келеді екен. Міне сондықтан да бұл мерекенің шыл астары жайлы керемет осындай мағлұматтар бар. Сондай-ақ Шақшақ жаңағы Жеңбекте өзінің қызын өзінің жандосына күйеуге береді. Сол кезде күйеуге берген кезде Жәнібек қайтыс болғаннан кейін қызы жоқтап келіп әкесіне жоқтау назын айтады. Айналайын әкекем, неге бердің кедейге? Байға мені бергенде қазысын қошқардың, сүйем малдың, айғырдың сояр едім өзіңе. Ұлыс күні сол күні тойлар едім өзіңе. Сол күні қара халық тоймас бет деген назды өлеңін береді. Бұл 1926 жылы жазылған, Таң журналында жазылған деректер. Міне осындай деректерді көптеп кездестіруге болады. Жалпы бұл зороастризм сеніміндегі адамдардың шығарған деп айтады.
ағылшын шығыстанушысы Мэри. Дегенмен бұның өзінің шығу тарихында зарастризм жаңағы парсы тектес елдердің осы табынушылығы ғой, отқа, жылуға табынады, суға табынады. Міне осылардың деңгейінде пайда болды деген ұғым қалыптасты. Бірақ кейіннен Мырзахметов деген ғалым өзінің еңбегінде былай деп келтіреді. Мына Афрасиап жырындағы еңбектерінде ол көшпенділердің бұрыннан бері мерекені тойланғаны жайлы айтады, және де сол наурыздама жасалатындығын айтады. Ол демек зарастризм сенімінің адамдарының бұрын тойланған екенін осы жырлардан көрсетіп мысалдар келтіреді. Және осы наурыз танушы зерттемелерден әсіресе Мағжан Жұмабаевты айтуға ерекше болады. Шәкәрім өзінің өлеңдерінде жақсы беріп мысалдар келтіріп отырады. Міне осы шығу тарихына келгенде наурыз ұлыстың ұлы күні деп атауымыздың себебі де сол. Және де ұлыстың ұлы күні ақмол болса берекелі болады деген мақалдың да шығу тетігі осыдан қалса керек. Рахмет. Жалпы наурыз елдің бірлігін сақтайтын, туған туыстың басын қосатын, бауырластыққа, бірлікке, бір бағытталған ерекше сипатқа ие мейрам ғой. Жалпы наурыз мейрамында қандай салт дәстүрлер жүргізіледі? Жалпы наурыз ұлттық құндылығымыз ғой. Бұның рухани болмысын, бітімін әлде де біз жаңашаландыруымыз керек. Өздеріңізге белгілі, Исахан секілді, Серікбаев секілді өткендегі спорт және білім, ғылым, спорт және мәдениет министрі Мұхамедияр мырзалардың зерттемелерінен, айтуларына қарағанда жаңашыл форматта беруіміз керек, Әйгерім ханым. Өйткені жас ұрпаққа көп көңіл бөлу керек осы наурыз жайлы. Жаңағы өзіңіз салт дәстүрлерді сұрап жатсыз ғой, сол салт дәстүрлердің жаңартылған форматындағы заманымызға лайықталып келтіру керек дейді. Мысалы, өте қызық, осы наурыз танушылардың зерттемелеріне қарап отырсақ, бойжеткендер уызға сүрленген етті салып, қайнатып, өздері ер балаларға өзінің жақсы көретін жігітіне осы көжені ұсынатын болған. Демек, үйқашар деп атаймыз. Бұл Мағжан Жұмабаевтың еңбектерінде былай деп беріледі. Наурыз мерекені тойлауымыз керек. Сол кезде айтып кеткен, ғылымиландыруымыз керек. Адам мен табиғат арасындағы байланысты біз білуіміз керек. Және осы күні дейді, халық тойлап жатқан жаңа жасың құтты болсын деп айтады. Демек, бұл мерекенің астарында не жатыр? Жаңағы дәстүріміздегі үйқашарда менің жасым ұлғайды, менің балиғат жасқа келдім, мен енді үйленуіме болады деп өзі осындай ишара білдіреді екен. Ал керісінше жігіттер селт еткізер жасайды. Оған айна салады, оған тарақ салады, оған иіс суын салады және күміс салады. Айна өзі жақсылықтың, әдеміліктің бейнелері. Ал енді иіс суы мынау символы наурыздың, бұл жауқазын гүл. Қызғалдақ деп, қазақта сарғалдақтар, қызғалдақтар деп береді. Дала гүлі деп те атайды. Енді қазір кезде тюльпан деп жүрміз ғой. Голландиялықтар алып қойды ғой біздің. Деген осы қызғалдақтарды қызғалдақтай құлпырып жүр дегені. Ал енді күміс деген таза болады. Бұл вирус қабылдамайды. Міне сондай таза, пәк бол деген сияқты мағынада береді. Бұл наурызға қатысты өте көп деректер айтылуға болады. Мысалы, наурыз төл деген бар. Бұл наурызда малдың төлдейтін кезеңі. Төл басы деп қазақ мал күтетін мал жанды халық керемет баптаған. Және айта кетерлігі ешкімге сыйға тартпаған. Міне көрдіңіз бе? Және де наурыз тілек деген бар. Наурыз тілек достардың арасындағы, отбасындағы бауырлардың. Уақытымыз жоқ, шамамыз келмей жатыр. Бір тіршілікпен біз сол отбасындағы бір игі тілектерді айтуымыз керек. Жақсылықты айтуымыз керек. Оған мотивация беруіміз керек мерекеде. Осындай наурыз тілек деген де бар. Және де наурыз есім деген бар. Өздеріңізге белгілі,
осы күні дүниеге келген адамдар бақытты болады деп сенім қалыптасқан. Сондықтан да наурызда келген сәбидің есіміне наурыз деп ат қойған. Оған дәлел ретінде дәлелдер көп. Наурызбай Құтпанбайұлы бар, жаңағы Наурызбай Қасымұлы бар, Алтын Ордадағы Наурызбай ханымыз бар. Қазіргі кездегі Наурызбай, Наурызәлі деген есімдер осыдан қалған. Және де наурызда белгілі бір кезеңдерде айтыла беретін құс бар. Наурыз көк деп аталады ол құстың аты. Наурыз көк алғаш рет шығыс жаққа келгенде жалпы халық күтіп алады. Жем шашып, наурыз көк келдің бе деп, оны үркітпейді, қорқытпайды, мәпелеп қарсы алып алады. Тағы да бұндай дәйектемелер көп. Бір айта кететіні, мынандай мәселе, сәтті күн деген бар, Әйгерім ханым, білесіз бе? Бір-бірімізге сәттілік тілеп жатамыз, сәтті күн. Ал енді осы сәтті күннің астарында да мынау наурызбен теңесіп жатады екен. Наурыздың алғашқы наурыз мерекесіндегі алғашқы күннің жарқырап шыққаннан кейінгі 2 сағаттан кейін уақыт сәт күні деп аталады екен. Осыны аналарымыз, халық өте асыға күтеді екен. Құт беріп, сол маңдайымен сол күннің шапағатын қарсы алып, маңдайымен тосып тұрады екен. Міне сол күні маған құт дариды. Осы менің бүкіл жылыма азық болады, құт дарыған күн деп есептейді екен сәтті күнді. Міне осындай жақсы қазақтардың үлкен жақсы ұрпаққа берер мол дүниелері өте көп. Тамаша. Гүлжат Сәлиқызы, жалпы наурыз енді жаңа тіршіліктің оянуы, табиғаттың оянуы деп айтып жатамыз ғой. Түлеп жаңаратын шағы, сол осы наурыз айында болатын осы табиғаттағы өзгерістер, нышандары қандай? Бір бәйшешекпен қардың астынан шығатын, бәйшешекпен байланыстырып жатамыз, күн мен түн теңеседі деп жатамыз. Тағы қандай бір ерекшеліктер болып жатады? Бұл жаңағы табиғаттың күлеуі, күндің нұры, айдың сәулесі, жердің киесі осы табиғатқа тіршілікке нәр береді. Жаңағы айтып отырған жауқазын гүліміз де осы қардан кейінгі шығатын керемет сый, табиғаттың сыйы. Сондықтан да наурыз символы деп атап отырмыз. Және де айта кету керек, бұл осы кезеңде жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жүр ғой, наурыз мерекесін 14 мен 22 наурыз аралығында тойлау. Әйгерім ханым, бұл өте жақсы нәрсе. Мәшһүр Жүсіп Көпеев өзінің 8-ші томдығында айтады, Бұхарада наурыз мерекесі ұлыстың ұлы күні бірнеше күн тойланған деп кәдімгі құндылығын арттырады. Айта кету керек, осы бұл кәдімгі тойлардан көрі бұл наурыз заманы сол кездегі байларға қарсы алған. Мен тойласам екен деген өздерінің несі болған, ілтипаттары болған, оларға тойлау бұл үлкен мәртебе болып саналған. Міне сондықтан да наурыз мерекесін тойлау мәселесіне келгенде мына мәселелерді айта кеткеніміз жөн. 14-ші наурызды біз енді көрісу амалы күні деп айтаймыз. Жаңағы зерттемелерде қарап отырсақ, осы 14-ші наурыздан басталған ба біздің жаңа күніміз деп те аталады. Жаңа жыл емес, жаңа күн туды деп қарсы алады. Және адамзат бір-бірімен қыстан қысылып, жаздан жазылып шығып, бір-бірімен құшақ жая қарсы алады. Қараңызшы, туған, туыс, бауыр, ел, жұрт бір-бірімен құшақ жая қарсы алуының өзінің де астарында мән жатыр. Демек, ер адамдар төс түйістіреді, қол алысады. Ал әйел адамдар құшақтасады. Көрдіңіз ба, осының өзінде мән жатыр. Демек, мынау тірлігімнің мәні, төсім, тіршілігімнің көзі екі қолым аман болсын деген мақсатта құшақтасып, төс түйістіріп амандасады. Міне осындай, одан кейінгі, мысалы, шежіре күні деп аталады, мерекені тойлау. Өте жақсы бастама. Шежіре күні ата-бабаларына, дүниеден озғандарға арнайы бағышталып Құран оқытылады отбасында. Және де айта кету керек, сол кісілердің жақсы жақтарын, үлгі жақтарын отбасындағы немере шөберелеріне айтып отырған. Есте қалып білу керек.
ұрпағының қандай болғанын білу керек. Міне осындай, және жеті ата тарқатылады сол күні. Жеті атасын білу керек. Сондай-ақ мына мейірімділік күні деген бар, дархандық күні. Мысалы қазіргі мына волонтерлар жақсы әлеуметтік пакеттерді таратып отырса, және де айта кету керек, наурыз сыйлық акциясын ұйымдастыруымыз керек. Бұл не дегеніңіз сөз? Наурыз сыйлық акциясы жетімдерге, жесірлерге, бұл негізгі ұрпақтан тойланып келген мерекенің астары да суда. Кем бағалдарға көмек беру, жетімдерді үйлендіріп жеке отау тіктіру, қиналғанға жылу жинап беру. Менен басты мақсаты осы. Бірлік қол ұшын беру деген мақсатта. Міне қазір енді жаңарту мақсатында наурыз сыйлығы деген жақсы акция ұйымдастырылса деген ұсыныс бар. Ұйымдастырылып та келе жатыр. Міне осы мақсатта айта кетуіміз керек, наурыз мәселесіне келгенде бұл ұлттық мереке дедік қой, халық күтеді. Осы наурыз сыйлықпен бетер мынау қасиетті жұмамызды біз өкінішке орай Красная пятница, Черная пятница деп алдық. Жүрегіміз қатты ауырады осы сөзді естігенде. Қасиетті жұмамызда. Осы наурыз мерекесінде де жеңілдіктер болу керек, мына маркетинг саласында. Көрдіңіз, осы жеңілдіктерді біз асыға күтуіміз керек. Осындай жағдаяттарға байланысты, наурызға байланысты айтылып жатқан ұсыныстардың біреуі 14-ші наурыз бен 1-ші сәуір аралығын каникул, демалыс күн деп жариялауса деген ұсыныстар бар. Өте дұрыс. Өркениетті елдерде Рождество мерекелерін тойлайды. Бізге де осы мерекені осыған алып келуіміз керек секілді. Өйткені осы кезде балалар, студенттер бар, балалар, білім алушыларды, балапандар, оқушылар, мынау экологиялық мақсатта аула тазартылып, гүл егіліп, қарайды ғой жан-жағымызға, үйді жинап. Міне осы кезде үйге барып ата-аналарымен бірге ауланы тазартып, ата-аналарымен бірге гүл егіп, міне осындай мақсатта осындай демалыс берсе деген ұсыныстар бар. Бұл өте құптарлық. Бұл адамға физиологиялық та, психологиялық та үлкен әсер етеді. Және олардан содан кейінгі сабақ үлгерімі жоғарылайды дегенде жақсы әдемі сөз бар. Міне осындай жақсы нышандар бар. Және мынау зияткерлік күні дегенде бар. Өте жақсы күн. Бұл күні жасөспірімдер өздері мақал мәтелдермен, жаңылтпаштармен, көркем шығармадағы үзінділермен жырлар айтсақ. Міне осыларға да мынау балапан деген бізде бағдарламалар, балапандардың өмірге деген өнерін, бұлақтың көзін ашып жатса, осы мереке күніне де осындай наурыз мереке ашпасқа. Сондай-ақ мынау айта кету керек, мынау ұлттық тағамдар күні бар. Әдетте қазір өзімізге белгілі біздің наурыз мерекесінің аббревиатурасы наурыз көже ғой, керемет. Бұның өзіндікте мынау астың, тағамның мәдениеті деп те атауымызға болады. Қыс мезгілінде ет жеп, сүрленген ет жеген қазақ халқы кейіннен осы наурыз көже мәдениетіне көшсе де қателеспейді. Және де Әйгерім ханым айта кету керек, бұл халық бір-бірімізге, халық осы мерекеде инвестиция құю керек, жалпы қазақ халқы өзімізге. Неге дейсіз ғой? Наурыз мерекені тек қана наурыз күндері емес, мынау асханаларда, мейрамханаларда жасау керек. Біз баруымыз керек. Наурыз көже жеуге отбасымен баруымыз керек. Міне осындайға байланысты асханалар. Демек ол деп отырғаныңыз, сіз сол наурыз көжені жеу арқылы біріншіден өзіңіздің денсаулығыңызды күтесіз. Бір ай жесе де денсаулыққа ешқандай наурыз күні зияны келмейді екен медициналық зерттеулерде. Міне көрдіңіз бе, осыларды мейрамханаларға енгізуіміз керек. Және соңғы кездердегі ұсыныстардың бірі наурыз тағамдары ретінде бауырсақты, жеті күлшені, қуырдақты, қымыз шұбатты, қуырдақты, женттерді айтып жүр. Өте жақсы қосыламыз. Мені ұлттық тағамдардың дастарханында болған осылардың әрқайсысы өзіндік адамның ағзасына өте қажетті тағамдар. Және
қыстан әбден жаңағы сүрленген етті жегендер енді қызылдан аққа көшеміз дейді. Яғни қызыл деп отырғаны ет, ақ деп отырғаны ағарғаны. Осының өзінде де ас мәдениеті деген бар екен. Мынау наурызда қойдан бағлан, жылқыдан тай, ешкіден лақ жеген дұрыс екен. Сондағы шіліңгір жазда, енді алдымыз жылы болып келе жатыр ғой, ол асқазанға ешқандай салмақ түсірмейді. Оны өзіңіздің тағамдық рационыңызға қосып алуға болады. Міне осындай да мәдениеттігі бар. Және ұлттық тағамдар күні айта кету керек, тағамдардың күн көп қой түрі. Сүт тағамдары, ет тағамдары, сорпа тағамдары деген сияқты. Осының ішінде ұмытылып бара жатқан тағамдарды біз болашақ өсіп келе жатқан ұрпақ қыздарымызға үйретуіміз керек. Жасалу тәсілін үйретуіміз керек. Мысалы, жаңағы кісенан деген бар екен, жүргем деген бар екен. Міне осындай тағамдардың жасалу жолдарын ұлттық тағамдар күні үйретіп, тәсілін үйретуіміз керек. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасу керек. Және бір айта кету керек, Әйгерім ханым, мынау әдетте біз жазасын өтеушілер осы белгілі бір мерекелерді күтіп отырады. Қазақстан Республикасының бір берекелі күндерін. Осы наурыз күнде де рақымшылық күнін жасаса деген ұсыныс бар. Тамаша. Рақымшылық күтіп отырады. Наурыз қашан келеді? Мен өзімнің елге қашан оралам? Қашан қауышам? Деген сияқты ой тұрады. Міне бұл үлкен наурыз мерекесіне үлкен жарнама болып табылады. Міне әрбір қазақ өзі осындай өзінің ұлттық болмысын ашатындай, шыннан да рухани болмысын ашатындай мәселеге келуіміз керек. Жасыратыны жоқ. Біз этнографиялық сипатта тойлап келдік. Киіз үй жасадық, оған қазақтың ұлттық ұйымдарын қойдық. Оны да белгілі бір біреулерге есеп беру мәселесінде де қарастырдық, жасыратыны жоқ. Қазір біз әрбір наурыздың жеке әрбір қазақстандыққа, әрбір адамға берері не деген сияқты ойды ойлап жүруіміз керек. Әрбір қазақ наурыз көжені алу арқылы өзінің экономикасына инвестиция құйып жатыр. Өзінің ұлттық киімдер дегенде бар. Мысалы, Индонезия халқы өзінің елінде шығаратын матадан ғана киім тігеді екен. Үлкендеріне, жас ерекшеліктеріне. Солмен барады екен. Біз де неге шығармасқа ұлттық маталарымыздан ұлттық киімімізді осы күні киіп алып, кез келген мерекеде киіп алады екен. Ұлттық киім үлгісін, міне осындай жақсы дәстүрлерді салуымыз керек. Амангелді Айталы ұлттану деген керемет еңбегі бар. Сол еңбегінде былай деп береді, Әйгерім ханым. Немістер қалай байыды? Немістер өзінің өмірлік ұстанымын айналдырып алған ұқсайды. Қайсы бір затты болмасын, сен өзімнің еліме кішкене ғана сияны алып жатсаң тиынға, сол сен халқыма, неміс халқының экономикасын байытып жатырмын деген ойыңызда тұрсын. Егер сіз басқа ұлттың қаламсабын алсаңыз, сіз басқа ұлтқа құйып жатсыз деген ұстаныммен. Сіз егерде кофені жақсы көретін болсаң, неміс елінен шыққан кофені, шайды ішеді екен. Ал егерде сізге сол ұнамаса, сол неміс еліндегі сол жақтың босқында жүрген елдердің, жаңағы өзі Германиядағы елді мекендердің кофесін, шайын іш. Сонда сіз инвестиция құйып жатырсыз деп тәрбиеледі екен. Ұлттық өнімді қолдау. Және де, мысалы, тағамға байланысты да осындай мәселе. Киім кигенде де, жейде кисең де өзіңнің киіміңді ки. Германияда жасалған. Міне, немісте жасалған киімді ки. Сонда сіз неге бізге мынау дастархан басына құртты қойып, жентті қойып, мынау мысалы өзіміздің Жалағаш ауылынан, Тереңөзектің ауылынан келген деген сияқты насихаттап отырсақ, осы жеп отырсақ, міне көрдіңіз ба, осындай бізге тәлім тәрбие, осындай жобалар қажет.
жобалар жоқ демейміз, дегенмен де әлде де ұлттық болмыстық, ұлттық құндылығымызды жандандыратын осындай бір жақсы шаралар қажет ақ. Тамаша, өте Гүлшат Салиқызы, кәсіпкерлерге, жеке кәсіпкерлерге құлақ қағыз. Мына ұсыныстарыңыздың барлығы осы нарықтық заманда Наурыз мейрамының имиджін көтеретін әдемі ұсыныстар болып жатыр. Енді Машин Жүсіп айтқан екен, осы қазақ болғалы, қазақтың маңдайына біткен жалғыз мейрам, сыбағасына берілген жалғыз мейрам осы Наурыз деп. Осы Наурыз мейрамының жалпы философиясы қандай? Бұл жалпы философиясы адам тану, табиғат тану, ұлттық құндылықты тану, Әйгерім ханым. Мұхтар Әуезов мынау көп зерттеген, ұлыстың ұлы күні деп те берген зерттемелерінде, сонда жаңағы айтады, Қарақан дегенді мысалға келтіреді. Сол мерекеде мынау Қарақан деген жаманшылықтың иесі. Сол ұлыстың ұлы күні халық наурыздама жасап тойлайтын еді. Сол күні сынған кесе ыдыстарын, шөміштерді тастайтын. Және де осы Қарақанда жаманшылық болмасын, бақ кел, Қарақан көш деп осылай айтатын деп отыр. Көрдіңіз бе? Тазарудың, табиғаттағы белгілі бір жаңарудың өзгеріс циклі үлкен философия жатыр астарында. Ұлттық болмысты айта кету керек, алаштықтар да наурызды өте көп зерттеген. Ахмет Байтұрсынов еңбектерін, жаңағы Мағжанның еңбектерін бекерден бекерге айтып отырған жоқ. Басты ұстанымдарда елді біріктіру, татуластыру, ізгілікке шақыру, және де Мағжан өзі айтып кетпекші ғылымдандыру, экономикаға жаңағы айтып отырған жақсы ұсыныстар бар ғой, жаңағы атап өткен. Осы ұсыныстарды әр қарай қабылдап алып, қазіргі заманның талабына келтіру. Міне ұрпақтан ұрпаққа аман есен осы керемет біз ұлттық құндылығымызды жеткізуіміз керек, және де маңыздылығымен жеткізуіміз керек, Әйгерім ханым. Тамаша. Әдемі сұхбат болды. Гүлшат Салиқызы уақыт тауып сіздің студиямызға келіп, Наурыз мейрамы туралы мағлұматтарыңызбен, ғылыми зерттеулеріңізбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Наурыз сізге және сіздің отбасыңызға бақ берекесімен, ырыс несібесімен мол бақыты меңдесін деп тілек айтқым келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар және көрермендер, Гүлшат Салиқызының сұхбатын Сыр шаңырағы YouTube каналынан Қызылорда облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы және Қызылорда облыстық тарих-өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз баршамызға құтты болсын. Музей радиосымен бірге болыңыздар.